Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын бургердің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге қуырылған тауықтың еті, соленый огурцы, помидор, салатный лист, майонез, кетчуп және бургердің наны қажет болады. Алдымен тауық етін дайындап аламыз. Ол үшін, яғни тауық етін филені 4 бұрышты етіп бөліп аламыз. Бөліп болғаннан соң дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып араластырамыз және 20-30 минутқа бөлме температурасында қалдырып қоямыз. Енді тауық етін қуыратын заттарды дайындаймыз. Ол үшін ұнымызға қара бұрыш, қызыл бұрыш салып араластырамыз. Келесі кезекте ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Үстіне 3-4 қасық ұнымызды салып, венчикпен араластырамыз. Араластырып болған соң, алдымен тауық етін жұмыртқа қосылған сұйықтығымызға, одан кейін ұнымызға малып алып, қызып тұрған майға қуырып аламыз. Тауық етін екі бетін кезек-кезек қызарғанша қуырып аламыз. Енді бізде салмасына барлық заттар дайын болды. Келесі кезекте бургерімізді дайындаймыз. Мен нанды бөліп алдым. Енді оның ортасына кетчупымызды сеуіп, қасықпен бір келкі етіп жаямыз. Келесі кезекте үстіне майонезімізді себеміз. Бургер нанның үстіне салатный листімізді төсейміз. Салатный листіміздің үстіне помидорымызды қойып, оның үстінен кетчупымызды себеміз. Кетчупымызды сеуіп болғаннан соң, үстіне тауық етін қойып, қайтадан кетчупымызды үстіне себеміз. Енді тауық етін үстіне 2-3 штуктан соленый огурцымызды қойып, бетіне майонез бен кетчупымызды себеміз. Соңында бургердің булочкасын бетіне жабамыз. Мінекей, бізде осындай өте дәмді бургер шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын.